Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын бауыр тортының рецебімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге сиырдың бауыры қажет болады. Мен бұл жерде турап алдым, дайындап алдын ала. Сонымен қатар бізге 2-3 дана жуа, сонымен қатар сәбіз, 2 дана жұмыртқа, сүт қажет болады бізге, майонез, керегенше тоз бұрыш, сонымен қатар ұн қажет болады. Туралған бауырымыздың барлығын блендерден жақсылап ұсақтап майдалап аламыз. Ұсақтап майдаланған бауырымыз осындай қоймалжың масса болады, осындай болады. Осы қоймалжың массаның үстіне біртіндеп жұмыртқамызды шағып аламыз. Жұмыртқаларымызды шағып аламыз. Енді массамызды біркелкі болғанша жақсылап араластырып, 1 қасық, шай қасық тұзымызды, керегінше өздеріңіздің дәмдеріне қарай бұрышыңызды саласыздар, бұрышты саламыз. Сонымен қатар сүтімізді құйып аламыз үстіне. Сосын жақсылап араластырамыз, біркелкі масса болғанша. Ал енді үстіне ұнымызды салып, тағы біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Осындай қоймалжың өте нәзік масса пайда болады. Енді қызып тұрған табамызға осылай салып құйып, 2 бетінен пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде жай отта қақпағын жауып пісіреміз. Мына осындай өте әдемі, нәзік күлшелер пайда болады бізде. Барлық массамыздың барлығын осындай күлшелер пісіріп аламыз. Өте нәзік күлшелер пайда болады. Ал енді барлық күлшелеріміз дайын болды, бауырдан жасалынған. Енді ортасына жасалынатын тұздықты дайындайтын боламыз. Бізге жаңағы заттарымыз, міне сәбізді мен үккіштен өткізіп алдым. Пиязымызды ұсақтап турап алдым. Сарымсақты да үккіштен өткізіп алдым, дайындап алдын ала. Бізге тоже майонез қажет болады. Қызып тұрған табамызға 1-2 қасық май құйып, сұйық май, оған жаңағы дайындалған пиязымыз бен сәбізімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Жақсылап қуырып. Пиязымыз бен сәбізіміз осылай қуырылу қажет. Үстіне тұзы мен бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап қуырылып алдық. Енді суығанша күтетін боламыз. Суыған тұздығымыздың үстіне ұсақтап туралған сарымсақты саламыз. Майонез салып, жақсылап араластыратын боламыз. Дайын болған тұздығымызды бауырдан жасалған күлшелеріміздің арасына осылай жағып шығатын боламыз. Осылай жақсылап тегістеп жағып аламыз. Жағып алдық 1-ші қабатын. Енді 2-ші қабатын қойып, 2-ші қабатының үстіне де қалған тұздықтарды біртіндеп салып, жақсылап тегістеп, күлше біткенше осы әрекетті қайталайтын боламыз. Міне барлық күлшелеріміздің арасына тұздықтарын салып шықтық. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жаңа аскөкпен, помидормен, қайнаған жұмыртқаның сарысымен, ағымен, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдеулеріңізге болады. Мен бүгін осылай жаңағы укроппен қызанақты қойып әрледім. Міне осымен біздің бүгінгі жасаған бауыр тортымыз дайын болды. Өте әдемі, дәмді, тойымды. Жасап көріңіздер.